Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бүгін сіздер 16-да 13-20 көлемді үйдің сызбасымен танысатын боласыздар. Бізде бірінші ас бөлме. Ас бөлменің көлемі 4×4. Бізде екінші жуынатын бөлме. Оның көлемі 4×2. Үшінші жатын бөлме. Оның көлемі 4×4. Жалпы бізде жатын бөлмелердің бәрі бір қатарда және бәрінің көлемі бірдей 4×4 болып есептеледі. Келесі бізде қонақ бөлме. Оның көлемі 4×6. Және бұл үйде терраса бар. Террасаға қонақ бөлме арқылы шығып кетуге болады. Бізде сосын келесі кезекте гараж. Гаражның көлемі, ішкі көлемі 4×6 да 6×50. Гараждан үйдің қазандығы жылыту бөлмесіне кіруге болады. Жылыту бөлмесінен кейінгі бізде шағын ғана қойма орналасқан. Оның көлемі 2×50 де 1×70. Құрметті көрермендер, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосу үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймыз.